Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылындағы номер 1 Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының директоры Танабекова Назира Астанқызы жайлы айтып өткім келеді. Жүрегі таза, ойы терең, қаламы қарымды бұл жан тек басқарумен шектелмей, өлең жазу арқылы рухани әлемге де өз үлесін қосып келеді. Сонымен қатар оқуға құштар мектеп жобасын балалар кітапханасы бағдарламасын жүзеге асыру аясында оқушылардың жан-жақты дамуына арналған түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, мектептің барлық тіршілігіне белсене араласады. Ол кісінің әрбір ісі тәрбие, әрбір сөзі тағылым. Біздің балаларымыздың әлеуметін біршама көрдіңіздер деп ойлаймын. Ендеше кітап оқу арқылы адам тек қана рухани байымайды екен, сол кітап оқу арқылы яғни өзін-өзі дамытады екен. Ендеше жаңа семинар басталмай тұрып мен айтып өткен едім, біздің оқушыларымыз күнде таңертең келген кезде немен шұғылданады екен. Сол бір күндік мектеп өмірінен бір күндік 20 минуттық оқуға құштар мектеп жобасының көрінісі. Сәлеметсіздерме, номер 1 Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназиясында оқуға құштар жобасы аясында 20 минутта 1-11 сыныптар арасында қазақша әдеби кітаптарды оқу жүріп жатыр. Кітап ол білім көзі. Кітап арқылы біз жаңа өмірге қадам басып, өзімізді кең ауқымда дамыта аламыз. Кітаптың басты құндылығы оның білім беруінде. Кітап адамды ойлауға, талдауға және жаңа идеяларды ұсынуға үйретеді. Бүгінгі таңда ғылым мен технология дамығанымен кітап өз маңызын жоғалтқан жоқ. Кітап адамды рухани байытады. Әдеби шығармалар, тарих, ғылым туралы кітаптар адамның санасын кеңейтіп, мінезін қалыптастырады. Ал енді оқушылар арасындағы сұхбатты қарайық. Сәлем, өзің жайлы қысқаша айтып берсең. Саламатсыздар ма? Мен номер 1 Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының 11 сынып оқушысымын. Аты-жөнім Искараева Айдана. Сенің соңғы оқыған кітабың? Соңғы оқыған кітабым Достоевскийдің «Қорған сүзгі күні» атты кітабы. Ол кітапта не туралы айтылады? Кітапта басты кейіпкер өлімдегі қыз Ғайзаның ауыр тағдыры, яғни нәпсісін тыя алмайтын арамзалақтың кесірінен зардап шеккені баяндалады. Саған бұл кітап ұнады ма, және сен бұл кітапты басқа адамдарға кеңес бересің бе? Кітап маған өте қатты ұнады, сондықтан да бұл кітапты барлығымызға оқуға кеңес беремін. Бұл кітапты әрбір қазақ қызы оқу керек. Басты кейіпкерлерден, сондай арам адамдардан сақтану қажет. Рахмет, сау бол. Кітаптың маңызы біздің өмірімізде зор. Назарларыңызға рахмет. Мектебіміздің директорының қаламынан танып жазылған кітап жинақтары мектеп кітапхана қоржынына түсіп, бүгінде көптеген оқырмандар көкейіне ой салып, шабытқа жетелеуде. Жуырда болған аудандық ұстаздар семинарының аясында өткен іс-шарамызда ұлағатты ұстаз, ардақты директорымыздың еңбектерінің бірі жанарымнан танышы өлеңдер жинағын жариялап, көпшілік алдына ұсынған болатынбыз. Артыма қаратпай, сұлап өтіп жатқан жүрін тұрып құлатым, сөзіне сынап, өлерге де көрген, жанымды ертедім, жүрегімді білес қалдым. Енді саған шамалы жақсылығын, сен де маған келші маған тежекші, ауданшы, тежекші, атам абай армау үшін. Бейіштегі ұяңды қоятын, тіршілікке келесің адамсың. Ұстамымын, ескерткіш екен, қоңырақтың кіреберісінде. Балқашында ұмытқан емеседі, кешегі күн бүгін бізге елеседі. Қазақстан тарихында мәңгі қалған ол адамға айтшы кім деседі. Дархан даманың дара қосқан бақсың, өткен өмір өткелі болып қалғансың. Халқын сыйлап, құрметтеп бас етіп, үш күнді еңбек ері ардағысың. 8 Ленин ордені жарқыраған, халқы үшін құрметті жарқын адам, медаль толы көкірегіне қарап тұр. Назира Астанқызының бұл жыр жинағы терең сырға, шынайы сезімге толы поэзиялық әлем.
Ақын өзінің ішкі жан дүниесін көркем бейнелер арқылы жеткізе отырып, оқырманын ойландырып, шабыттандырады. Адам болмысының тылсым тереңіне үңілген туынды ақиқаттың айнасы іспеттес. Автордың рухани ізденістері мен дүниетанымы өлеңдерінде жарқын көрініс тапқан. Бұл жинақ оқырманды рухани байытып, жүрекке жол табар сөзсіз. Біртұтас тәрбие бағдарламасын іске асыру аясында заң және тәртіп әділеттіліктің басты шарты тақырыбында аудандық семинар өтті. Оқушы, ата-ана, заң қызметкерлері бірлесіп ауқымды іс-шара өткізді. Сонымен қатар оқуға құштар мектеп жобасын балалар кітапханасы бағдарламасын жүзеге асыру аясында оқушылардың жан-жақты дамуына арналған түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, мектептің барлық тіршілігіне белсене араласады. Ол кісінің әрбір ісі тәрбие, әрбір сөзі тағылым. Осы Қонаев мектебінің кітапханасында ақын елдің алдағы атты сұхбат іс-шарамызға қош келдіңіздер. Жамбыл облысында 2025 жыл Әулие-Ата кітап оқитын өңір жобасы деп облыс әкімі Ербол Қарашөкеевтің бастамасы қолға алынды. Жобаның мақсаты өңір тұрғындарын, жастарды кітапқа деген қызығушылықтарын арттыру, оқырман мәдениетін қалыптастыру. Бүгін сіздердің мектепте Қордай ауданы орталықтандырылған кітапхана жүйесінде Сымзауыт ауылдық кітапханасы автормен бірге кітап оқу жобасы бойынша сіздерге қонаққа келіп отырған жайымыз бар. Ақын елдің ардағы атты тақырыпқа біз бүгін өздеріңіздің басшыларыңыз, яғни директорларымыз, жергілікті ақын жазушы Танабекова Назира Астамқызын шақырып отырмыз. Жақында ғана ауданымызда Әулие-Ата шайырлары атты кітабының тұсаукесері болып өтті. Сол шараға да Назира Астамқызы қатысып, ыстық ықыласқа бөленді. Ақынды құрметтеген ел озады, ақын сыйламаған артықшылық етпейді дейді. Сонымен қатар бұл кісі көптеген кітаптар жазып, көптеген шығармалар, өлеңдер жазған. Енді бұл кісінің бізде Сымзауыт ауылдық кітапханасында сыйлаған жанарымнан танышы деген кітабы бізде. Енді бұл кісінің өмірбаянын сіздерге бүйтіп оқып тұрмай, өзінің мына жерде жазылған өмірбаян иесі мен боламын. Танабекова Назира Астамқызы. Туған жерім Рысқұлов ауданы, Сәлімбай ауылы, Көрікті Жасыл тауы маңы. Туған жылым 1973-тің көктемі, ақын қызым Алматының мектебінде. Ана тілін тереңдетіп, білім алып көктеді. Мамандығым әке жолын жалғастырып келемін. Ұстаз деген мәртебелі мамандық деп сенемін. Мақтанардай тәжірибелі ұжымның ұстазымын мектеп атты кеменің. Шал кемпірдің өсірген баласымын. Әлпештеген
келгенше шамасының, қазір міне өзім де 4 еркек Алла берген балаларымның анасымын дейді. Өлең жазуымның ең бір қызық кезі осы кітабымның ішінде ол жазылған, көрсетілген. Мен өзім шал кемпірдің қолында тәрбиеленген қыз болдым. Әке шешем бәріміз бір шаңырақ астында тұрдық, бірақ дегенмен өзім апама еншілес қыз болдым. Сондықтан жаңағы апаммен бірге жаз айларында, қазір еңбек тәрбиесі деген мүмкін өкінішке орай біздің балаларымызда жоқ. Біздің балалық шағымызда қалай біз каникулға шығамыз жазғы демалысқа, солай жаңағы шөп шабу, жантақ шабу, сабан жинау деген мәселенің бәріне қатысатынбыз. Кәдімгі есекті арбаға жегіп алып тұрып, онымен тасып, оны үйге дейін әкелу керек, оны шабу керек, оны жинау керек деген нәрсе қандай еңбекті талап етеді, күшті талап етеді, деп жаңа апам сол тоғаннан өтіп бара жатып, күрсініп, сондай бір кейіп өтіп баратыр. Ол өзінің еңбегінің соншалықты енді жойылып баратқанын көрген шығар деп қазір ойлаймын. Сол жерде таудан үйге келгенше бір жазған өлеңім бар, содан бір-ақ шумақ ойымда қалып қалғанда, кәрі өзен деп қойған ғой атын. Енді апамның жасы үлкен болғаннан кейін, значит, өзен де солай кәрі ғой деп ойлаған болуым керек. Енді ол балалық фантазия ғой. Кәрі өзен деп ат қойып, кәрі өзен жыламсырап ағып барады. Ағынына көңілі тоймай кетіп барады. Су астынан жылтылдаған тас көрініп, күннен күнге су азайып құрып барады деп. Сонда деген кітап шықты. Одан кейін Бата тілек деген кітап шықты. Одан кейінгі шыққан Өмір, өлең, сезім, тағдыр деген кітап шықты. Одан кейінгі шыққан өлең осы Жанарымнан танышы деген өлең. Бұл не үшін Жанарымнан танышы деп бұл өлең дүниеге келді? Себебі мен осы өзім әкемді қатты жақсы көрдім. Әкемнің мен үшін орны бөлек болды. Яғни қыз балалар білет, қыз балаларға ең жақын мамама, папама. Кейбір балаға ана, қызға ана жақын болады. Кейбір қызға әке жақын болады. Ол әкесінің еркетайы болады. Оған тіпті мамасына қаратып сөйлететін әкелер болады. Тиме менің қызым деп отыратын. Міне сол сияқты менің әкем Әстан есімі, бұл кісі де жаңа химия жанымды толқытып, армандарымның асуына жетелейтін, жүректің түбіндегі тұнық сезім мен сырымды қозғайтын құдіретті құбылыс. Қалам, сезім мен сырға жан бітіріп, армандарыммен тілдестіретін, шабытымды қамшылайтын, ақ бараққа ойымды ойып түсіретін, жүректің кілті болған алтын ізді қасиетті қауырсын. Өмір, өлшеусіз, шексіз, таңымды атырып, түнімді батырып, бірде жылатып, бірде күлдіріп, артыма қаратпай, зулаң ізімен бесік жырын салайын. Нұр сұлтандай ұлымды нұрландырып алайын, әлди деп жырдан тұмар тағайын. Ай бөпемді аялап, періштелер қорғасын, өмірінде көлденең кедергілер болмасын, зияндықтан аулақ қып, таза қылсын ордасын, ата-баба әруағы жебеп қолдасын. Қара қылды қақ жарған шешен болар мекенсің, үш бейімдей кемеңдеп көсен болар мекенсің, үкі таққан найзаға батыр болар мекенсің, халқың үшін шырылдар ақын болар мекенсің. Шәкәріммен абайдай дана болар мекенсің, ата-анаңа қамқоршы пана болар мекенсің, Құрманғазы Динадай күйші болар мекенсің, қанат бітіп билейтін биші болар мекенсің. Көріп білген ертеңін әулие болар мекенсің, ислам дінін дәріптер сәуле болар мекенсің, шежірені шертетін жыршы болар мекенсің, әділдікті қақ жарар сыншы болар мекенсің.
Сонымен қатар Назира Астанқызы 8 наурызға халықаралық әйелдер күніне арналған мектепішілік іс-шарамызға өз үлесін қосып қана қоймай жүргізуші рөліне оқушылармен бірге мұғалімдерге тамаша көңіл күй сыйлады. Құрметті аяулы ұстаздар, құрметті аналар, ару қыздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесіне де мектебімізде үлкен іс шара ұйымдастырылып, мектеп басшысы Назира Астанқызы және барлық ұстаздар бірлесіп салт дәстүрге байланысты көріністер көрсетіп өз үлестерін қосты. Мектеп әкімшілігі қыз ұзату салт дәстүрін көрсетіп, Назира Астанқызы өзі шығарған әнімен қызды ұзатты.
болсын.